Ешкі сүті 99 түрлі ауруға ем. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп, қазақ халқы ешкі сүтінің ағзаға пайдалы екенін ерте заманнан білген. Ешкі сүті А, В, С, Д, Е витаминдерінен басқа макро және микроэлементтерінің қайнар көзі болып табылады және адам ағзасына өте пайдалы. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурулармен ауыратын науқастар үшін тиімді табиғи дәрі болып табылады. Достар, көрермендеріміздің 97% видеоларды тіркелмей қарайды екен. Сондықтан каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аллергия. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтыны бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы болып табылады. Бірақ ағзаға сүт қажет. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті деп жазады. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жояды. Ағзаны қалпына келтіруге де көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда төмен болады. Сондықтан адам ағзасына ешкі сүті тез қорытылады. Ол түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қоса ешкі сүтінің құрамында калий мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамырлар жүйесі жұмысына өте қажет. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы витаминдер қоры жеткілікті. Сондықтан дәрігерлер балаға 1 жасынан бастап рахит ауруларының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл ешкі сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стақаннан ішіп тұрса, сүйегі бітіп қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Ішек дисбактериясында. Ешкі сүтінен жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационыңызға енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабық жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынандай амалды көрсетеді. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стақан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стақан сүтті тауысу керек. Емдік курс 21 күн. Ешкі сүті диатез дерті кезінде де көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар және балалардың ата-аналары диатез және терінің қабыну сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп біржолата арылуға болады. Дәрігер педиатрлардың айтуынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі аурулардың алдын алған дұрыс болар. Ұйқы безінің қабынуында. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр шикі сүтті тамақ алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Халық медицинасында қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі мынадай. Күні бойы әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішіңіз. Мұны аптасына 1-2 рет жасау керек. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек ішуге болмайды. Ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі бала үшін де өте керек қорек. Құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ананың тістері және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ғана емес,
баланың ағзасы да витаминдер қорымен байытып, сүйектері қатаяды. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғары мөлшері жүрек-қан тамырлар жүйесінің қызметіне оңды әсер етеді. Қорыта келгенде, ешкі сүті онкологиялық аурулардың алдын алады, сынған сүйектің қалпына келуін жылдамдатады, көру қабілеті нашарлаған адамдарға пайдалы. Екіқабат әйел ешкі сүтін ішсе, баланың сүйегі, тістері жақсы дамиды. Асқазан, ішек жолдарының аурулары, астан аллергиясы барлар үшін пайдалы. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қаны аз адамдарға пайдалы. Адам ағзасының қорғаныс қызмет атқарады. Ағзадан ауыр металдарды, тұздарды және радионуклеидтерді шығарады.